Сұрақтарына сәлем, менің атым Меруерт. Бүгін біз универге жиналатын боламыз. Мен бет-қолымды жуып тастадым. Алдағы секундтарда сол видеоны көретін боласыз. Қазір мен патчидің кепкенін, сіңгенін күтіп отырмын. Содан кейін біз универге арналған, былайша айтқанда, мейкап жасайтын боламыз. Біз бетімізді ылғандандырып аламыз. Менде крем флюид органик зоннан осындай бьюти блогерлар сияқты бой көрсетіп қояйын. Жағамызды бір 5 минутқа сіңуге қалдырып қоямыз. Болды, мен бьюти блендерімді ылғалдап жуып алдым. Ендіге біз нені қолданамыз? Тональник. Менде тональник емес, менде BB крем Atomi'дан. Осыны қазір бетімізге жағамыз. Кейін осы блендерімізбен бүкіл BB кремді бетіме жағып аламын. Қастан өтіп кетуге болады. Өйткені қазір не жағамыз ғой, қасқа арналған бояу. Сол көбірек тұра алады. Кейбіреулері бар, мен көрген бойынша ерінге де былай тональник жағады, бірақ та менде өзімнен жағылып кетті. Мен негізі ерінге тональник жақпаймын. Маған ұнамайды, білмеймін неге екен. Өзім еріннің түсі өзгеріп кете ма сондай. Осылай жаңағы бетімізге тональникті жақтық. Мен міндетті түрде пудраны жағамын. Өйткені макияжым анандай күні бойы тұра алмайды. Менде пудра Airspun кесечкамен батырып қағып жіберемін. Жеке айнамды алып келген болатынмын. Осылай жаңағы бетке пудрамызды жағамыз. Тез пудрамызды жағып алдық. Менде румяна кетеді. Румяна менде Ева мозаикадан. Косметиканың қазақша атауларын білмей тұрғаным, әйтпесе қазақша айтып едім. Румянаны көріп тұрмын екен. Жағып аламыз. Мен румяналарды қатты жақсы көрем. Басында менде махаббат скульпторға болатын. Бәрінде сондай болған шығар, мынандай бір қоп-қоңыр бір линиямен жүретін. Содан кейін махаббаты румянаға ауысып кетті. Қазір енді розовый болып жүреміз. Бай көзге де өтіп кетемін. Содан кейін қасқа көшеміз. Қасқа менде осындай тени бар. Содан кейін мынандай қиғаш неткен кесечка бар. Қиғаш кесілген. Мен өте ұзақ қолданып жүрмін осы тиндермен. Тин деп тұрмын, ортасы ойылып қапты. Осылай жаңағы жағып аламын да, қайтадан жаңағы қағып аламын пудра сияқты. Осылай аздап бояп қоямыз. Қазір екінші қаспен жасайын. Осымен болды. Қасымызды бояп алдық. Соңында тарақ бойымыз болады. Ендеше көз бояуға көшейік. Менде көз бояуға 2 тиндерді қолданамын. Біреуі ламель, жылтырақ тень, сонымен қатар Катристан. И жаңағы тенге арналған кесечкалар.
Ең жақсы көретін бөлімім ол стрелка салу. Менде стрелка салуға мындай айлайнер бар. Қайта түсіп кете береді. Айлайнер бар, бірақ та менде қазір уақыт өте шектеулі. Сол себептен айлайнерді қоя тұруға керек. Өйткені бұған 5 минуттай уақыт керек маған. Қайтадан біздің қасқа арналған бояуды аламыз. Қайтадан қас бояйтын кисточкамызды аламыз. Осылай бір жақсылап тұрып бүйтіп батырып аламыз. Қағып жібереміз да, былай үрлеп жібереміз да, жаңағы бастаймыз. Ендігі кезекте бізде карандашпен жаңағы көзді бояйтын боламыз. Менде карандаш клиниктан. Ендігі кезек бізде кірпіктерге жетіпті. Кірпіктерімізді көлдермен қайырып аламыз. Мен кірпіктерім тік өседі, сол себепті мен күнделікті қолданамын. Негізі білем, бұнымен қолдануға болмайтын, өйткені жаңа кірпіктерді сынға шығып тастап қояды. Бірақ та енді ақырын жасаймын да. Сонымен туш менде Dior'дан. Мына жақтарда жағылып қалды тура қабағымның үстіне. Ол кеткеннен кейін құлақ тазалайтын палочкалармен құрғақ қосып сүртіп тастаймын. Көзді боядық, қасты боядық, бәрін боядық. Енді хайлайтерға көшеміз. Хайлайтер NYX-тан. Бұл жерде пудрасы да барған, скульптура да болған. Өткен жолы косметика сонымен қалады, сонымен бәрін лақтырдым. Шашылып қалды бәрі. Макияжымыз аяқталып қалды. Ерінді ғана бояп тастайық. Ол үшін бізге осындай құлақ тазалайтын таяқша керек. Осы таяқшаны кішкене сулап аламыз да, осылай еріннің үстіндегі жаңа жаққан пудра, BB крем, бәрін бай алып тастаймыз. Ерінді мен 2 карандашпен бояймын. Қоңыр карандаш. Мен білмеймін бұл карандашның аты қандай. Екінші карандаш менде Фломадан. 211-ші түс. Осылай қоңыр карандашпен өтірік бай күлу арқылы. Өтірік күлеміз олай. Еріннің шекарасын сызып аламыз. Бір-біріне икелеу арқылы қайтадан бір-біріне жағамыз. Содан кейін ортасына осы карандашты жағып жібереміз. Болды, ерін боялды. Ендіге тағы да бір лайфхак. Егер де ерінізді жаңағы әдемірек, жылтырлақ жасағыңыз келсе, осындай бальзам жағуға болады. Менде бальзам Dior'дан. Бірақ та мен көп жақпаймын, өйткені бальзам қазір көп жақ қойсам, ерінім тым үлкен болып кетеді. Ұнамайды ондай эффект маған. Осылай. Менің ойымша қарапайым және де өте әдемі. Болды, осымен біздің макияжымыз дайын. Енді тез шашым жасап жіберейін де сабаққа кетейін, өйткені уақыт болып қалды. 5 минутта тез локонмен жасай салдым. Кейін келдім. Әшекей бұйымдарымды тақтым. Мындай видео формат ұнаса, астыға лайк, коммент, өздерінің қалауларыңызды жазып кетіңіздер. Мүмкін басқаша бір видеоны іздеп жүрген шығарсыздар. Соның енді түсіруге мүмкіншілігіміз болғанша тырысамыз.
сіздермен болған Қазмет, мен Меруерт. Мөлдірді өкінішке орай көрсете алмадым, бірақ та алдағы видеоларды мөлдірді көре аласыздар. Сонымен барлықтарыңызға сәттілік.